Қазақ хандығында жүздер арасындағы тұрақты саяси және экономикалық байланыстардың болмауы, қазақ феодалдарының өзара тартысы көрші мемлекеттердің шабуылдауына жол ашты. Қазақ жеріне ерекше қауіп төндіргені жоңғар мемлекеті. Жоңғар деген аттың шығуы Шыңғысхан шапқыншылығы кезінде ойраттар армияның сол қанатын құраған. Моңғолша ол зюңгор деген мағынаны білдіреді. Содан зюңгор жоңғар деп аталып кеткен. Жоңғар мемлекетінің қазақ хандығына шабуыл жасау себептері: аса маңызды сауда жолдарының торабын бақылауда ұстау, қазақтың кең байтақ даласындағы шұрайлы мал жайылымын басып алу, бағынған халықтан қосымша алым салық алу, қазақтарды құл етіп ұстау. Негізгі кезеңдерге тоқталып өтсек, 1708-1710 жылдары жоңғарлар аса ірі жорықтар ұйымдастырды. 1713 жыл жоңғар қоңтайшысы Цеван Рабдан қазақ жеріне жорыққа шығып, нәтижесінде сәтсіздікке ұшырады. 1718 жыл Аягөз бойында 3 күнге созылған шайқас өтті. Қазақтардың 30 мың жасағы талқандалып, өз жерінен айырылды. 1718 жыл Жетісудан өтіп Арыс жағасында шайқас өтті. Мақсаты Түркістанды жаулап алу. Нәтижесінде жоңғарлар жеңді. 1719 жыл жоңғарлар бар күшін Қытай шабуылына қарсы аударған. Осыны пайдаланған қазақтар тұтқиылдан соққы беріп, 3000 жоңғарды тұтқынға түсірді. 1723 жыл ерте көктемде қазақ хандығын 7 жағынан басып кірді. Жетісуды, Қаратауды басып алып талас алқабына қауіп төндірді. 70 мың жоңғар әскері жеті шепке бөлініп қазақ өлкесін ойрандатты. 1723-1727 жылдары бұл кезеңді қазақ Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деп атады. Яғни қазақтардың табаны ағарғанша шұбыры Алқакөлге жетіп, азап пен аштықтан сұлаған жерлері. 2,5 миллион халықтың 40% қаза тапты. Елбасынан кешкен осы қасірет елім аянын туғызды. Халық ашаршылыққа душар болды. 1724-1725 жылдары Цеван Рабдан әскери жорықтарды жалғастырып, жоңғарлар Түркістан мен Ташкентті жаулады. 32 қала жоңғарлардың қол астына өтті. 1728 жыл Ұлытаудың Бұланты өзені жағасында Қарасиыр деген жерде 60 мың қазақ-қырғыз әскері күшімен қалмақтар талқандалды. Бұл жер кейін қалмақ қырылған деп аталды. 1730 жылдар Әбілқайыр бастаған әскер Ит-ішпес Алакөл бойында жоңғарларға қарсы соққы берді. Жоңғар басқыншыларына қарсы соғыста қазақ тарихындағы маңызды шайқастардың бірі Аңырақай шайқасы. Бұл шайқас 1730 жылы Балқаштың оңтүстік батысындағы Алакөл маңында орын алды. Аңырақай шайқасы болған жер 200 шақырымға созылды. Соғыс мерзімі 3 күннен 40 күнге дейін қамтылды. 1730 жылдар жоңғар басқыншылығына Қалдан Церен келді. 1730-1733 жылдар аралығында болған бір ұрыста бұрын белгісіз жас жігіт Әбілмансұр жекпе-жекке шығып, қалмақтың бас батыры қоңтайшы Қалдан Цереннің жақын туысы Шарышты өлтіреді. Ұлы Абылай ханның тарихтағы жолы осыдан басталады. 1745 жылы Қалдан Церен қайтыс болды. Таққа мұрагерлер арасында талас басталды. Осыны пайдаланған Абылай өзінің көрегендігі мен ел басқару шеберлігінің арқасында бұрын жоңғарлар басып алған қазақ жерлерін қайтарып алды. 1757-1758 жылдар жоңғарлардың қазақ жеріне шабуылы бір жола тоқтады. 1758 жыл жоңғар мемлекеті дербес ретінде тарих сахнасынан жойылды. Жоңғар шапқыншылығы кезінде қазақ батырлары туған жерді азат етуге бірікті. Олар Қабанбай, Бөгенбай, Есет, Саурық, Малайсары, Баян, Жәнібек, Райымбек, Наурызбай, Қарасай, Жауғашар. Жоңғар басқыншылығына қарсы шайқасқа әйелдер де белсене қатысты. Атап айтқанда Абылай сұлтанның қызы Айтолқын, Бұланбай батырдың қызы Айбике, Қабанбай батырдың жары Гаухар батыр барлаушылар жасағын басқарды. Ол барлық ірі шайқастарға да қатысты. Жоңғар шапқыншылығы жылдарында қазақ халқының тарих сахнасына мүлдем жойылып кету қаупі төнген еді. Қазақ халқы асқан ерлігімен жойылып кету қаупін сейілтті. Болашақ ұрпақ үшін жерін аман сақтап қалды.